Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазақ әдебиетінен кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Балалар, үйге қандай тапсырма беріліп еді? Кім айтады? Біз өткен сабақта қазақтың көрнекті ақыны Абай Құнанбайұлының Сегізаяқ өлеңіндегі көркемдегіш құралдарды таптық. Ал үйге сол өлеңнің толық нұсқасын оқып келуді бердіңіз. Балалар, олай болса, қазір барлығымыз назарымызды тақтаға аударайық. Үй тапсырмасын пысықтау мақсатында экрандағы сұрақтарға жауап берейік. Ақын өз өмірінен неге түңілді? Кім айтады, балалар? Я, Балнұр айта ғой, жақсы. Абай Құнанбайұлы өмірінде өз өмірінде көптеген жақын жандарынан айырылды. Және өмір бойы жасаған жұмысы ешқандай жемісін бермей, оның айтқан сөзіне ешкім құлақ аспай, адамдар білімге құштар болған жоқ, өмірін өзгертуге, адамгершілікке ұмтылған жоқ. Сондықтан ол өз өмірінен түңілді. Дұрыс айтасың, Балнұр. Ақынның кекшіл болма деген өсиетін қалай түсінесіңдер, балалар? Кім айтады? Жақсы, әділ. Адам кекшіл болмау керек, яғни ренжіген адамға кек сақтап жүре бермеу керек. Себебі бұл өмірде мінсіз, кіршіксіз адам болмайды. Адам кешірімді болып үйрену керек. Кекшіл болып дұшпан тапқанша, көпшіл болып тастапқан дұрыс деп ойлаймын. Балалар, әділет дұрыс айтады, иә? Абайдың қара сөздерінің тәлім-тәрбиелік сипаты кім айтады, балалар? Жақсы, Ерасыл айта ғой. Жас ұрпақтың бойына жағымсыз әдеттерді жойып, білім алуға еңбек етуге шақырып, бойына ұлттық құндылықтарды насихаттау болып табылады. Жарайсыңдар, балалар. Барлығымыз үй жұмысына өте жақсы дайындалып келген екенбіз. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбайұлының Сегізаяқ өлеңі. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты ұлттық құндылықтарды мәнмәтімен байланыстыра аламыз. Өлеңде көтерілген әлеуметтік мәселені талдап, өзіндік көзқарасымызды білдіреміз. Сонымен қатар, балалар, шығармада көтерілген мәселеге сүйеніп, шығармашылық жұмыс жазамыз. Абайдың Сегізаяқ өлеңі, балалар, сол кездегі барлық адамның бойынан табылатын жалқаулық, надандық, көре алмаушылық, қызғаншақтық, екіжүзділік, сатқындық сияқты барлық жаман, яғни келеңсіз мінез құлықтар сипатталады. Қазір біз, балалар, барлығымыз осы өлеңді оқи отырып, бірге талдап, сол өлеңдегі әлеуметтік мәселелерді бірге талқылайтын боламыз. Ең алдымен, балалар, мен сендерге қазір әр топқа бағалау парақтарын таратып беремін. Әр топтан бір-бір топ басшы сайланып, осы әр тапсырма сайын берілетін балдарды осы жерге жазып отырамыз. Ең бірінші жаңа үй тапсырмасы болды ғой, балалар. Сол үй тапсырмасына кім жақсы жауап берді? Соның ұпайларын қоя қойыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, біз әрі қарай өз сабағымызды жалғастырайық. Қазір, балалар, мен 3 топқа да осы Сегізаяқ өлеңінен үзінділер таратып беремін. Балық қаңқасының басына мәселені, оң жақ қабырғасына себептерін, сол жақ қабырғасына шешу жолдарын және ең соңына шешімін жазамыз. Олай болса, балалар, топта жұмыс жасайық. Мен топтық жұмысты орындауға 5 минут уақыт беремін. Олай болса, іске сәт. Қарасы көңілімнің санасы бітпейді. Жақсы, балалар, олай болса, біз уақытымыз аяқталды. Барлығымыз қаламсабымызды орнына қойып, жұмысымызды аяқтаймыз. Біз тобымызбен ақылдаса келе, бізге берілген өлең жолдарынан мына әлеуметтік мәселелерді анықтадық. Мәселе: көмексіз көзің, бір жалғыз өзің, баға алмай басың сандалар. Себептері: жалғыздық, күншілдік, алауыздық. Шығу жолдары: ауызбіршілік, ынтымақтастық, татулық. Шешімі: біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Біз тобымызбен ақылдаса келе, бізге берілген өлең үзінділерінің әлеуметтік мәселесін таптық. Мәселе: тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, қазір адам баласын. Оның себептері: жалқаулық, жұмыссыздық, еріншектік. Ал шығу жолдары: егін егу, сауданы үйрену, әрекет қылу. Ал одан шығатын шешім: егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде. Олай болса, балалар, барлығымыз топта жақсы өнімді жұмыс жасадық. Ең жақсы түсініктемені таба білдік, баламалы пікірлерді айта білдік.
Қазір олай болса балалар, 3 топтың мадақтау сэндвичі арқылы бағалауына кезек берейік. Бірінші топтан Жанерке екінші топты бағалай ғой. Бізге бұл топтың мәселені шешу жолдары өте қатты ұнады. Сыни пікірге келетін болсақ, алдағы уақытта басқа да оқушыларды толық қамтып, жақсы нәтиже көрсету керек. Маған үшінші топтың жұмысы өте қатты ұнады. Барлық нәрсе қамтылған, өлең арқылы шешу жолдары көрсетілген. Алдағы уақытта осындай жұмыстарды күтемін. Бізге бірінші топтың жасаған жұмысы өте қатты ұнады. Барлық топтың мүшелері жақсы қатысқан. Алдыңғы уақытта да осындай жақсы жұмыстарды күтеміз. Жарайсыңдар балалар, барлығымыз топта өнімді жұмыс жасадық. Яғни түйіндей келе балалар, Абай атамыз адал еңбекпен тапқан нанның тәтті болатынын айтқан, иә. Балалар, қазір бізде жұптық жұмыс болады. Әр қайсымыз қасымыздағы жұбымызбен бірігіп, тақтада кесте тұр, иә, қарап тұрсақ. Яғни осы өлең жолдарындағы сыналатын мінез-құлықты табамыз, оған шығармадан мысал келтіреміз, және оған сіздер қандай мінез-құлықты дәріптейсіздер, соны жазамыз, және сол дәріптеген мінез-құлықтарыңыздың қазіргі кездегі маңыздылығына тоқталамыз. Бұл жұмысты балалар қазір барлығымыз байланыс құралдарымызды, яғни ұялы телефонымызды алып, Padlet тақтасында жұппен орындайтын боламыз. Мына жақта міне 2 жұп, Арон сен келе ғой, Балнұрмен жұптаса ғой, Эльмира мен Нарги жұптаса ғой, мен Нұргүлмен жұп боламын. Балалар, сіздерге жұптық жұмысты орындауға 3 минут уақыт беріледі. Олай болса, іске сәт, уақыт кетті. Біз сыналатын мінез-құлыққа надандықты алдық. Шығармадағы мысал, көп айтса көнді, жұрт айтса болды. Әдеті надан адамның. Дәріптелетін мінез-құлыққа білімге ұмтылу, кішіпейілдік, адалдық. Дәріптелетін мінез-құлықтың қазіргі кездегі маңызы, Абай атамыз армандаған білімді ұрпақ, ол кемел мемлекеттің тірегі, жарқын болашақтың кепілі. Көкірек көзімізді ашып, өмір бойына білімге ұмтылсақ, қараңғылықтан мәңгі құтыламыз. Өлеңде сыналатын мінез-құлықтар мәдениетсіздік, таңдайсу, әлдеқандай болу, асып-тасу, қамсыздық. Шығармадан алынған мысалдар орынсыз ыржың, болымсыз қылжаң, бола ма дәулет нәсіп. Сегіз аяқ өлеңінде сыналатын мінез-құлықтарға мынандай құндылықтарды дәріптейміз. Олар құрмет, махаббат, мейірімділік және еңбексүйгіштік. Жарайсыңдар балалар, барлығымыз жұпта өте жақсы жұмыс жасадық. Дегенмен де балалар, Абай атамыз сынаған жағымсыз мінез-құлықтар, кеселді мінездер қазіргі қоғамда да, қазіргі таңда да кездеседі, иә балалар. Балалар, менің сендерге айтарым, біз барлығымыз бұл жағымсыз қылықтардан аулақ болып, керісінше отансүйгіштік, еңбексүйгіштік құндылықтарды бойымызға сіңіруіміз керек. Өмір бақи білім алуымыз керек. Себебі Абай атамыз өзінің 18-ші қара сөзінде не дейді? Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Ал одан басқанмен оздым дегеннің барлығы ақымақтық дейді. Қазір бізде балалар жеке жұмыс, біз қазір қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Сіздерге ұялы телефонға сілтеме жіберілді. Сол сілтемені ашып, Google Forms'та өз аты жөнімізді жазып, берілген сұрақтарға жауап жазамыз. Олай болса, уақыт кетті. Сіздерге берілетін уақыт 2 минут. Олай болса, балалар барлығымыз назарымызды экранға аударайық. Экранда балалар функционалдық сауаттылыққа арналған жағдаяттық тапсырма тұр. Мен біреуін оқып берейін. Нұрлан бір мекеменің басшысы, досы өзін жұмысқа орналастыру жөнінде өтініш айтып, ұсыныс білдіреді. Нұрлан досының ұсынысын жерге тастамай, жұмысқа орналастырады. Алайда уақыт өте келе, ол досының жұмысқа деген немқұрайлығын, жалқаулығын байқайды. Нұрланның келесі әрекеті қандай болмақ? Жақсы, Арон жауап бере ғой, жақсы. Менің ойымша, Нұрлан досының бетін қақпай,
еріншектік, жалқаулық деген жаман мінезді жою үшін оны өзінің қасына алып жүріп, еңбексүйгіштікке ынталандыру керек деп ойлаймын. Балалар, бізде қазір жеке жұмыс, барлығымыз еркін жазу арқылы тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын деді ғой абай атамыз. Осы өлең жолдарындағы көтерілген мәселеге сәйкес өз ойымызды шығармашылықпен жеткіземіз. Экранда дескрипторлар барлығы берілген. Біз өлең арқылы жеткізейік, балалар, өз ойымызды, не болмаса әңгіме арқылы жеткізейік. Сіздерге берілетін уақыт, балалар, шығармашылықпен жұмыс жасау үшін 5 минут уақыт беріледі. Қазақтың данасы жас үлкен аға. Өлең жолдарын былай жалғастырдым апай. Абайдан қалған талайға арман, қара сөз өлең киелі. Сара жол салған жаңылмас жолдан өз ұлын қазақ сүйеді. Ал мен болсам өлең жолдарын былай жалғастырдым. Әр сөзі тәлім, жұртына мәлім, таңдайда балда еріген. Тозақтан жалын, тазартқан жанын жүретін хақтың жолымен. Жарайсыңдар балалар, барлығымыз шығармашылықпен жұмыс жасадық. Алдағы уақытта қаламдарың күш сала берсін. Әрі қарай топ басшыларына бағалау парақтарына кезек берейік. Менің тобымда 5 оқушы, қорытындылай келе бізде Жанерке 8 ұпай, Айзере 9 ұпай, Арун 8 ұпай, Жанерке 9 ұпай, және мен 8 ұпай жинадым. Балалар, біз бүгінгі сабағымызда ұлттық құндылықтарды мәнмәтінмен байланыстыра алдық па? Иә, байланыстыра алдық. Дәріптелетін ұлттық құндылықтарымызды айттық. Балалар, өлеңде көтерілген мәселені талдай алдық па? Иә, мәселелерді талдай алдық. Өзіндік көзқарасымызды білдірдік пе? Әрине білдірдік. Шығармада көтерілген мәселеге сүйеніп, шығармашылық жұмысымызды жаздық па? Әрине жаздық. Олай болса, балалар, біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік. Біз бүгінгі сабағымызда өз мақсатымызға жеттік. Балалар, біз барлығымыз қазір Instagram әдісі арқылы бүгінгі сабағымызға рефлексия жасайық. Бүгінгі сабақта есте қалған ақпарат, бүгінгі сабақта топтық жұмыста белсенділік көрсеткен оқушы және қай тапсырма сіз үшін өзекті болды. Барлығымыз алдарымыздағы таратылған парақшаға жазып берейік. Мен үшін есте қалатыны Абай Құнанбаевтың 8 аяқ өлеңіндегі жағымсыз мінез құлықтары мысалға келтіретін болсақ, жағымпаздық, әсемпаздық, мақтаншақтық, осы мінез құлықтардың өмірде кездесетіні, қазіргі таңда біздің арамызда кездесетіні. Біздің топта барлығы белсенді жұмыс атқарды, және де мен үшін өзекті болған жұмыс, ол бізде жұптық жұмыс. Ол жұптық жұмыста біз жағымпаз мінез құлықтарды ұлттық құндылықтарға айналдырып дәріптедік. Бүгінгі сабақта есте қалған ақпарат сыныптасым Жасминге қосыламын. Және де маған қызықты, өзекті болған тапсырма ол топтық жұмыс. Топтық жұмыста біз балық қаңқасына сол өлеңде кездесетін мінез құлықтарды талдап жаздық. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша топ басшыларынан міне бағалау парақтарын алдым. Қорытынды балдарды топ басшылары барлығы қойып қойған. Қазір осы балдардың барлығын бағаға айналдырып, мен күнделікке тиісті бағаларды қойып шығамын. Барлығымыз өте белсенді, өте жақсы қатыстық. Сабаққа қатысқан оқушыларға тағы да рахмет айтқым келеді. Жарайсыңдар балалар, біз бүгінгі сабақта барлығымыз табысты оқу ортасын құру арқылы өте белсенді жұмыс жасадық. Топтардың ең жақсы түсіндірулері болды. Біз бүгінгі сабақта өз мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Шын сөзің баға жетпес хакім Абайымыздың, Абай атамыздың әрбір айтқан сөзі келер ұрпақтың жадында сақталары хақ. Құрметті оқушылар, барлықтарының бойларынан Абай атамыз айтқан ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек сендерге серік болып, қайда жүрсеңдер де бойларыңнан табылсын. Тек қана бірлікте, ынтымақта, ауызбіршілікте жұмыс жасауға асығайық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлық оқушыларға рахмет айтқым келеді. Келесі кездескенше күн жақсы болсын, жақсылықта қауышайық. Рахмет.